Сәлем оқырман. Мадина өз таңдауын жасаған болатын. Ернарды шынымен ұнатты ма, әлде бірінші келген адамға иә деді ме? Қалай ойлайсыздар? Ер жігіт пен Мадина қайта қосылады деген үміт болып еді. Ол бірақ күннен күнге өшіп бара жатырғандай. Әлі де талай сұрақтар келеді екен Мадина жайлы. Сол сұраққа жауаптарын оқып берейін. Мадинаға сөз салған жігіттерге ойыңыз. Менде ешқандай реніш жоқ, ешкімге, Мадинаға да. Бақыттың биік шыңына жетсін, тілеулеспін, дейді ер жігіт. Екінші сұрақ: еңлікпен неге таныстық тоқтады? Күшті болып келе жатыр едіңіздер ғой. Еңлік жақсы қыз, оған бұрыннан көзім жеткен. Бірақ таныстықта түсінікті болды, оған да, маған да. Ағамен қарындас боп жүрген қайырлы екен дейді еңлік жайлы. Үшінші сұрақ: Мадинамен жарасқанын дұрыс сияқты. Алла қаласа деп қосқысы келген көрерменнің сұрағы. Ер жігіт болса бір өлең шумақтарымен жауабын берді. Алла хайырсыз еткен жанды хайырлы етуге тырыспа. Сен қанша жерден дұға жасап, ол адамды қайтарғың келгенімен. Алла қаламаса барлығы бос іс-әрекеттер, бос жұмсаған уақытын. Себебі бізге ненің керек, нені керек емес екендігін Алла өте жақсы біледі. Алла ұлық. Ол біз естімеген сөздерді естіді, біз көрмеген істерді көрді. Сондықтан да сенің ол адаммен қайта қосылғаныңды қаламайды. Сенде Алла жаратқан жұбың бар. Жай ғана барлығы өз уақытымен. Күндердің көңінде сондай бір адам жолығады. Сені қалай барсын солай қабылдайтын, әрбір күлкіне себепші болатын. Сен үшін барлығын жасайтын. Себебі бұл нағыз сені адамың болады. Алланың сен үшін жаратып қойған жұбы, дейді ер жігіт тек күтуде өз болашақ жарын. Қыз баласынан көргіңіз келмейтін қасиет. Қыз баласының мінезі жасанды болмаса, істеген ісі жасанды болмаса, жалпы жасандылық болмаса жеткілікті маған, дейді ер жігіт. Ойларыңыз қалай, жаза кетіңіздер.